Жалпына өзіңіздің түптен ғашыларыңыз жаңағы ұйғыр ұлтынан екен, олардың Қытайда тұратын жасырмай айтып жүрсіз. Жаңағы атыңыз Ринат, әкеңіздің есімі Рифқат. Сойыңыз Зайд болған соң кейде кейбіреулер айтады, Ринат қазақ па екен, жоқ па екен дейтін де бір күдік айтатындар бар. 2001-ден бері айтып келді. Жақсы KZ-те бір мақала шығыпты. Өркен Кенжебек деген жігіттің. Бейдеп жазған екен, Ержан Әбдіраман дейтін азаматқа. Ұйғыр өгей баламыз ба? Неге қазақ ұйғырға қырын қарайды? Ринат Зайыстың ұранында не шекілік бар сондай деп аңдатпа жазып тұр. Бұның сыры неде сонда? Мен 7 адамнан әу бастан қазақтың тәрбиесімен қазақ болып өскен адам. Есенқұл Жақыпбеков жарықтықтың шешесі орыс болды. Бірақ қашан ол сахнаға шығып қазақ пен орыс тату болсын, бірге болсын деді. Ол кіндіктен қай ұлттан тарады, сол ұлтқа қызмет етуге барлығымен деді. Біріншіден бұл. Екіншіден, мен біз Қазақстанда тұрып жатқан ұйғырлардың біразын зерттедім. Олардың өзі де 2 топқа бөлінеді екен, қазақиланғаны бар, басқасы бар. Әкемнің шешесі 58 жылы сол Қытайда қалып қойған адам. Әкем 4 жасында болғанда. Мен ол кісіні 2006 жылы көрдім бір рет Қытайдан. Содан кейін хабарым да жоқ, басқа да жоқ, себебі ол кісінің бөлек жанұясы бар. Әкем хабарласып тұрады, басқа туыстар араласады. Ол ұранның артында ешқандай шикілік жоқ. Мынаны түсініп алуын сұраймын. Жаңа Өркен Кенжебек деген өте ақылды адамдар көп, мен қазір көп естіп жүрмін әңгімелерін. Бұлардың артында кімдер тұрған, бұлар не үшін ол әңгімені айтып отырғанын да білемін. Қазір бірақ соны айтатын болсам, тағы да қазақ екіге бөлінеді, тағы да сол шудың арасында кім қалады? Ринат Зайытов қалады. Өркен Кенжебек болсын, Желкен Кенжебек болсын, басқа кім болсын, түгеліне айтамын. Бір-ақ ауыз сөз айтамын. Мен Қазақстанның баласы емеспін. Мен қазақтың баласымын. Осы екеуін ажыратып алсын. Өйткені мен қазақ ұлтына, қазақ ұлтының болашағының тәрбиесіне тырнақтай үлес қоса алсам, менің жер бетіндегі миссиям аяқталды деп есептей беруге болады. Солған қанша қажырым жетеді, мен соған қызмет етуге барымды салам. Өйткені өмірде адам бір нәрсе тындыру керек қой. Біреу мешіт салады, біреу көпір салады. Мен ең болмаса бір 10 қазақтың баласын тәрбиелеп кетсем деген арманым бар. Ол менің мақсатым алға қойған. Ал мынандай алып қашпа әңгімелер ондай көп естимін. Ит үреді, көз жүреді, жақсы адам артынан сөйлейді. Біреу менің артынан сөйлесе мен қуанам демек, мен оның алдындамын. Мына бір сөзіңіз, Реке. Ассалаумағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Желін ашпап едім, бүгін ашып қалдым, шошып кеттім ғой негізі. Сөйтіп қарап шықтым. Ринат туралы не дейсіз дейді. Ринат туралы емес, мен Ринаттың өзін айтамын мен. Ринат, бауырым, тек алға ғой, тек алға. Жасайтын жұмыс көп, сондықтан да ана мұны сөзге сүрінбей, тек алға. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Қылышын сүйреп қыс келе жатқан кезде Ринат ағамыздың мына сөзі қазақ еліне жақсы болды. Қазақ айтады, бітпейтін дауды болмайтын ел қуат деп. Енді шарықтау шегіне жеткен шығар, осымен доғарайық. Жалпы және де статистикаға сүйеніп жатқан кісілерге айтқым келеді менің. Жалпы бүкіл Қазақстан бойынша намазхандардың пайызы 500 мың ғана, қалай ол 80% деп айтады деп айтып жатқан кісілерге, жалпы құрметті оқырмандар, ол кісі сөзіне мән берсеңіздер, алаяқтықтың 80% деп жатыр. Алаяқтықтың бүкіл қазақ елінің халқының 80% намазхан деп жатқан жоқ. Алаяқтықтың 80% осыған мән беріңіздер. Құрметті оқырмандар, және де бөлінгенді бөрі жейді демекші, бөлінбейік, береке бірлікте болайық. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Осы кезде Ринат ағамызға страшно психологиялық адамдар жағынан да, күш көрсету жағынан да страшно атака кетіп отыр осы кезде. Сол атакалардың барлығы Қазақстанға мен деген мықты имамдардың атынан, мен деген жаңа кім, Нұртас бірдеңе түсіреді ғой, бір подкаст, сондай кісілердің атынан страшно, Айтыскер Рахым, Балғынбек имаштардың да страшно атака кетіп отыр да. Ринат ағамыз деген сол халықтың мұңын, мұқтажын сол жерде қорықпай, кәдімгідей бетке айтып барлығын жеткізіп отқан елім, жерім, қазағым деген, мен деген адамдардың бірі былайынша. Ал енді сол Ринат ағамызға жасап отқан имам кісілер, атака жасап отқан имам кісілер, сіздер өздеріңіз неге мысалға айтпайсыздар, сіздер деген елге, халыққа белгілі бір кісілерсіздер ғой, сіздер деген. Сіздер айта алмайсыздар, өйтіп сіздердің рухтарыңызда жетпейді өйтіп айтуға. Мысалға мен конкретно айтайын бар ғой, өйтіп мысалға осы кезге шейін айтсаң енді қайда қалдыңыздар деймін да. Мысалға
осы кешке халықтың мұңын жағдайын бәрін сіздерден комфортный өмірде сүріп жүрген адамсыздар. Сіздерді ой имеке деп астаңызға машина мінгізіп былай сүйреп былай тасып қонаққа шақырып ет асып былай күтіп жүрген адамдар. Сіздер комфорт өмір сүргеннен кейін сіздер халықтың жағдайын сіздер өйтіп жете алмайсыздар, өйтіп айта алмайсыздар да. Сіздер былайша келгенде бар ма, айта алмайсыздар да сіздер деген. Қорқасыздар сіздер. Өйтіп үкіметке, кәдімгі министрлікке барып сіздер өйтіп никак айта алмайсыздар. Ринат ағамыз соны айтып жатыр да, қорықпай мысалға. Келеді да, пенде болғаннан кейін адам қателеседі, дұрыс. Қателесу үшін жаратылған ол адам деген. Ол бір сөзінен бір кішкентай қате кетіп қалыпты, ал мақұл бүткіл қалған жақсылығын ұмытып кетесіздер ма сонда ол кісінің? Ол дейтін ауыр тиеді ғой былайша. Ал ана имам кісілерге кәдімгідей обида кетіп қалып бар. Айта керісінше поддержка беріп қолдаудың орнына жоқ видеомен шығып кәдімгідей былайынан тұрып алып сен сөйттің, сен үйттің, бүйттің. Сіздер сөйтіп айттыңыздар ма имам кісілер? Халықтың мұқтажын сіздер сөйтіп кәдімгідей осылайынан видео түсіріп үкімет болмаса министрлік деп бірдеңе айттыңыздар ма сіздер сөйтіп? Айтқан жоқсыздар өйтіп. Сіздер дейтін курс ашып ойбай адамның психологиялық травмасы, кішкентай детский кезінде травмасы қырт бітті деген әңгімелермен курс ұйымдастырып жүрген адамдарсыздар ғой сіздер деген. Ол ше Ринат ағамыздың білет ше, охранасы жоқ екен, артында бір тіреуі жоқ екен білет та, солай ауыздарына келгендерін айтады бар ғой. Сіздер дейтін сол министрлікте отқан бір депутатқа сөйтіп айтып көріңіздер. Сол күні үйлеріңізде Құдай білсін не болатын бар ғой, ше охраналар келіп, көшеге шыға алмай қаласыздар сіздер. Сол үшін давайте Ринат ағамызға барынша поддержка керек. Инстаграмнан жазайық. Біз сізбен біргеміз, қолдаймыз. Дұрыс сізді айтқаныңыз. Пенде болғаннан кейін адам қателеседі. Дұрыс. Нормально түсінеміз бәрін деген сияқты поддержка керек давайте. Ағайындар, Ринат Заитов деген депутат ағамыздың айтқан сөздерін естіген шығарсыздар, Оған ешқандай мынау креслода отыру, қымбат миллион, 1,5 миллион айлық алу, дүние жинау, бір креслода шалқайып отыру қызық емес екен оған. Ол кісіге Алла тағалам разы болсын, мынау қара халықтың жағдайы маңызды екен. Қара халықтың бар ғой, ішіп отырған сүтіне, сатып алып жеп атқан нанына, коммуналдық төлемі, единицасына дейін, интернетіне дейін ойлап отыр екен ғой ағамыз. Үлкен рахмет. Басқа депутат ағаларымыз да, әпкелеріміз де сондай болып халықтың жағдайын ойлайтын болса, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, өйстіп интернетте, ютубта да, тиктокта да, телевизорде де осылай айтып отыратын болса ағайындар, мынау біздің Қазақстанымыз жәннатқа айналар еді. Ринат ағамызға үлкен рахмет. Алла тағалам разы болсын. Өмірі ұзақ болсын. Әрқашанда. Мен бұл әңгімені бір жағымпазданып, патқалиндік қылып айтып тұрған жоқпын. Мынау Қазақстандағы көшеде анда-санда шығып тұратын қарияларымыз, аталарымыз, әжелеріміз де мақтап жатыр бұл кісіні. Сол үшін мен айтып жатырмын. Осындай кісілер ертең тарихта қалады. Үлкен алғыс білдіреміз осындай кісілерге. Аман болсын, ауырмасын. 80% намазхандар алаяқ деген сөз естігенде, кез келген намазхан, кез келген дін жолында жүрген адам бұған ренжиді, және бұл ұнамайтын болып естілуі мүмкін. Дегенмен, бұның екінші жағы бар. Не үшін намазхандардың, яғни қоғамда дінді ұстанатын, хиджаб киген қыз болсын, намаз оқитын жігіт болсын, неге артынан жаман сөз ілеседі? Мүмкін кінә бізден ба деп ойлаймын ағайындар. Әсіресе намазхан бауырларға айтқым келетіні, намазхан бауырларға, дін жолында жүрген ұстаздарға айтқым келетіні, мүмкін кінә бізден шығар. Мүмкін біз дінді дұрыс ұстана алмай жүрген шығармыз. Мүмкін дінді ұстанып жүріп, біреуге бір ауыр сөздер айтып, біреудің бір ақысын жеп, біреуге берген уәдемізде тұрмай жатқан шығармыз. Мүмкін біреуді алдап жатқан шығармыз. Енді барлық намазхандар солай демеймін, бірақ кей намазхан жігіттері болсын, кей намазхан қыздардың болсын, бойларынан сондай ерсі қылық көрінеді қоғамда, өзіміздің бауырларымыздың арасында да бар сондай. Сол үшін де шығар мүмкін осындай сөздер біздің артымыздан ілесіп жатқаны. Намазхан бауырлар, құрметті қазақ елі, біз кінәні өзімізден іздейік. Әсіресе дін жолында жүрген адамдар. Бізге Алланың діні жеткеннен кейін, дінді түсінгеннен кейін, біздің әлі күнге дейін бойымызда жахилеттік дәуірде қалып қойған кейбір ерсі қылықтарымыз, жаңағыдай надандықтарымыз,
білімсіздіктен болған бір әрекеттеріміз қоғамға шығып, кейбір адамдарға зиян тиіп жатқаннан кейін біз туралы сондай ақпарат шығады. Ол өтірікке шығара алмаймыз. Жел болмаса шөптің басы қимылдамаған секілді, ол Ринат Зайытов ағамыздың да айтқан сөздерде белгілі бір намазхан дін жолында жүрген адамдарға арналған да ол. Екінші жағын қарап көріңіздер. Сол видеоны қайттан тыңдап көрсеңіздер, мен білетін алаяқтық жасалған адамдардың дейді, 80% намазхан болып шықты дейді. Намазхандардың 80% алаяқ емес. Мен білетін алаяқтардың 80% намазхан болып шықты дейді. Сонымен бұл мәселе жабылу керек еді негізінде. Бірақ қарсы келушілер, жаңа тіпті имамдарға дейін, дін жолында жүрген кісілерге дейін қарсы сөз жазып жатыр да. Бір сәт ойланып қараңыздар, құрметті ұстаздар, құрметті дін жолында жүрген бауырлар. Рас қой, кейде дін жолында жүрген адамдарға қарның ашиды. Сол үшін де менің ойым осы жалпы айтқан. Баяғыда бір екі кісі дауласқап бір нәрсеге. Сонымен Қожа Насырдың алдына барыпты ғой. Сіз өзіңіз бір шешімін айтып беріңізші. Мынанікі дұрыс па, жоқ, менікі дұрыс па деп. Қожа Насыр тұрыпты да екеуінің пікірін тыңдап, сенікі де дұрыс депті. Қасында бәйбішесі отырып айтыпты, сен деген соң мыналар адам сияқты сенен пікір сұрап келіп отыр. Қайсыныкі дұрыс, қайсыныкі бұрыс, соны айтпайсың ба? Екеуінікі де дұрыс дегеніне десе, бәйбішесіне қарап тұрып, негіз бәйбіше сенікі де дұрыс депті ғой. Сол сияқты Ринат Зайытовтікі де дұрыс, оны жамандап жатқандардікі де дұрыс, оны жақтап жатқандардікі де дұрыс дей салу керек сияқты ғой. Ал жігіттер, айт дедім бе. Не дейін? Жалған мақтар емеспін ғой өгейін. Досшылатып айтатын рас болса, мен сендерді қайрау үшін сөгейін. Шеттеріңнен арқалысың, дауылсың. Бұл сөзді айту өзіме де ауырсын. Айтпасыма жібермей тұр намысым, себеп маған барлығыңда бауырсың. Мен батырмын деп кеудеңді қағасың. Өз өреңнің өлшеп білмей шамасын, сондықтан да беру қиын емес қой бойыңдағы батырлықтың бағасын. Бабам батыр болып еді деп шіренбе, жетімде де жет ата бар бұл елде. Өткендердің ерлігіне тығылмай өзің қандай ерлік қылдың? Түгенде батыр болған атаң Берлин алғанда, ағаларың барған кезде ауғанға, ал сен бауырың туысыңды тепкілеп, жақыныңды жек көресің жауданда. Сонан кейін батырмын деп шығасың, атаман бол алақандай ауданға. Дұшпан емес, орыс шешен күртіңде, жалғыз жауым өз ұлтың, өз жұртың де. Туған жерді қорғау емес батырлық, туысқанды қорлау болды бұл күнде. Шаман келген жерде ғана шалқақтап, ары бері талтаңдайсың талтақтап, қалталы мен мәнсаптыны көргенде жан-жағыңа жымиясың жалтақтап. Ұры-қары, жемқор, сайқал туғаның боп кеткендей бөлісесің думанын. Халқың үшін үн шығарып мыңқ етпей, шалқу үшін атқа қонып туладың. Айырылмай досың менен қасыңды, жөн көресің бос есіріп тасуды. Ұлтың үшін ши сындырып көрмедің, құлқын үшін бәске тіктің басыңды. Жұдырығыңа жеті жұртты қаратып, мәз боласың қазақ бетін қанатып. Желкеңді үзер жігіт шықты алдыңнан, арыз жазып абақтыға қаматып.